Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік күні мерекесіне орай жарияланған тіл тәуелсіздіктері аты Ақмола облысы соттары арасында өтіп жатқан шерендесін Сандықтау ауданының сотының ұжымы қабылдады. Ана тілім Несібек Айтылы. Ана тілім жүрегісін анамнан. Жүрек ана, мен өзінен жаралдым. Сағат сайын саулығыңды тілеймін. Сенсіз мынау керегі не ғаламнан. Сенің әрбір тынысыңмен күн кешем, сен арқылы тіршілікпен тілдесем. Ет бетіне қалай тұзу қараймын, ана тілім, егер сене білмесен. Сенің аркан дүниеден сыр ұқсам, сенің аркан жүзіп үшсем тұнықтан. Туған анамды ұмытқаным емес пе, туған тілім, егер сені ұмытсам. Сенің арқан өзімді өзім түсінсем, ақыл ойым, айбатым сен, күшім сен. Көсі маған күннің нұры түспеяқ, ана тілім арнады дақ түсірсем. Ағытатын тасқын ойдың тиегін, өзің ғана сайынатын киелім. Ризамын, отқа жанып сен үшін, тілге айналып кетсін мейлі сүйегін. Ана тілім, дана тілім, бақ тілім. Сенсіз бақы дүниеден таптықым, сенсің менің қуанашым шатығым, сенсің менің тазалығым пақтығым. Ана тілім алтын уям күндағым, ақ бесікте алдиеді тыңдадым. Сенің жырын, сенің әнін айтарым, санам сонып байлағанша тіл жағым. Тіл тәуелсіздік береді. Аталған эстафетаны жалғастыру үшін басқа аудандардағы сот активтерімізге жолдаймыз.